Біздің ағзадағы негізгі қан айдаушы орган ол жүрек. Жүректің құрылысына келетін болсақ, жүрек негізгі 4 камерадан тұрады. Ол 2 қарынша және 2 жүрекше. Жүректің қарыншалары мен жүрекшелерінің арасында негізі клапандар орналасады, яғни қақпақшалар. Оң жүрекше мен оң қарынша арасында негізі 3 жармалы қақпақша орналасады, ал сол жүрекше мен сол қарынша арасында 2 жармалы қақпақша орналасады. Сонымен қоса біздің ағзада негізі 2 қақпақша болады, ол аорта қақпақша және де өкпе артериясының қақпақшасы. Жүректің қабаттарына келетін болсақ, ол негізі 3 қабаттан тұрады. Сыртқысы перикард, ол жүрек қабын түзеді, ортаңғысы миокард, негізгі жиырылғыш қабаты, ал үшіншісі ол эндокард. Эндокард негізінен жиырылған кезде ол жүректің үйкелісін азайтады екен. Сол арқылы жүрек бізде тоқтамай емін-еркін жиырыла алады. Жүректің сонымен қоса жұмысына келетін болсақ, ол 1 минутта 60 және 80 рет жиырылады. Жүрекшелердің жиыруы 0,1 секундты құрайды, қарыншалардың жиыруы 0,3 секундты құрайды. Осы арқылы біз жүректің негізі құрылысын түсіндік. Жүрек ол біздің ағзада ең маңызды қызмет атқаратын қан айдаушы орган. Егер де ол жұмыс жасамайтын болса, басқа мүшелерге қан бармайды, нәтижесінде олар өзінің тіршілігін тоқтатады.